Налог төлеушілер, біріншіден налог төлеу үшін Каспий Голдыңызға кіресіз. Кіргеннен кейін мына платеж деген бар. Не платеж, осыған кіреміз. Платежді басып, все дегенге барамыз. Мой платеж емес, все дегенге барамыз. Не, осы жерде все дегенге барамыз. Соның ішінде штраф и налоги деген сөз бар. Не, осыған барасыздар. Осыған кіргеннен кейін тағы да налог деген сөз бар мына жерде. Налог. Налогты кіреміз. Налогты машинаның салығын төлейтін болсаңыз, машина транспортты таңдайсыз. Қарызыңызды тексергіңіз келсе, долгты тексересіз. Ал үйдің салығын төлеу үшін міне налог для физических дегенді басамыз. Осының ішінде регион, Қызылорда облысы, мына жерде налог на имущество деген таңдаймыз, мүлік салығы. Екінші тұрған. Сосын УГД қармақшы, өзіміздің қармақшыны таңдаймыз. Регионда поселок, жосалы, аппарат, аяқ жағында аппарат Акима поселка жосалы дейді. Соны таңдаймыз. Период дегенге текущий период деген таңдаймыз. Сосын фамилия, имя, жесендеріңіз теріп, мына жерге сумма жазасыздар. Қандай теңге төлейсіз, соны сосын оплатить дейміз.